9-шы қара сөз. Абай Құнанбайұлы. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа, әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, білмеймін. Сыртым сау болса да ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын, күлсем, қуана алмаймын, сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес, бәрі де әлде кімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін, тегінде ойлаймын, бұ да жақсы. Өлер кезде әттеген-ай, сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге. Құрметті достар, қазақша контентті қолдап, тіркеліп өтіңіздер. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимай тұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік, не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруың қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қияңқы осыған тимеңдерші деп,
оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу сом бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осы ма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің, Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың байыдың, сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі. Құрметті достар, каналға тіркеліп, қазақша контентті қолдап өтіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Он бірінші қара сөз. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылып алып, тағы да байимын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып, мал алам деп, ұрыға атымды сатып, пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп, көз қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бөлік іске ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді, бірақ оны бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тыяды? Кімде-кім жақсыдыр, жамандыр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды.
Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, оны білсе екен. Әуел иманның иқтиқатын махкамлемек керек, екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Уә ләкин кімде-кім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын уа неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бірадар атын көріп, рузашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.